Оралда елімізге белгілі күміс көмей әнші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі танымал тәлімгер Жұмағаным Рахимованың мерейтойына орай халықаралық вокалистер байқауы басталды. Алдымен облыстық филармония залында мәдениет, өнер және білім саласындағы педагогикалық тәжірибе мен инновациялар тақырыбында конференция өткізілді. Конференцияда Ресей және Қазақстаннан келген өнертанушы ғалымдар әншінің шығармашылығы мен ұстаздық жолы туралы баяндамалар оқыды. Тақырыпты тілші толықтырады. Халықаралық деңгейде ұйымдастырылған конференцияға еліміздің әр аймағынан жүзге тарта баяндамалар келіп түскен. Сирек кездесетін сафран дауысты әнші Жұмағаным Рахимованың өнердегі жолы мен сахна төріндегі шығармашылығы жан-жақты зерттеліп баяндалды. Кәсіби әнші қазақтың бұлбұл атанған Бибігүл Төлегенованың төл шәкірті екендігін бірі білсе, бірі білмесі анық. Ұзақ жылдар бойы өзі туған топырақта өнерімен өрге жүзген Жұмағаным Рахимованың ұстаздық ұстанымы ерек жан. Облыстық мәдениет басқармасы қолдап, әріптестері ұйымдастырған бұл шара көпке үлгі тұтарлық әрине. Жұмағаным Абдықалыққызы консерваторияны бітіргеннен кейін біраз жерлерде қызмет атқарып, сол консерваторияның өзінде біздің СССР халық артисі Бибігүл Төлегеновадан, Италияның ән салу мектебінің оқытушы Александр Кургановтан, сол секілді ән салу вокалының шебері Бекен Жылыспаевтардан тәрбие алып, өзінің өнерін ары шыңдап, кезіндегі Кеңес одағының біраз қалаларында, сондай-ақ басқа да шет елдерде біздің қазақ халқының өнерін паш еткен тұлға. Әнші Жұмағаным Рахимова көп жылдардан бері Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің мәдениет және өнер факультетінде дарынды жастарға дәріс беріп жүр. Осы оқу орнының доценті, Қазақстан Республикасының ұстаздар қоғамының қайраткері деген атақтардың иесі. Біздіңше Жұмағаным Әбілқалыққызы өнер тағындағы тұлға. Себебі апайымыз біздің білуімізше әнді көптен қалмау үшін айтпайды. Көптен қалмау көкке самғау емес. Әсіресе өнерде. Бүгінгі біздің басты кейіпкеріміздің таланты табиғатынан, талабы өзінен. Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциядан соң алғашқы рет ұйымдастырылып отырған вокалистер байқауына жалғасты. Бұл байқауға еліміздің түкпір-түкпірінен 20-ға жуық жас таланттар қатысуға ниет еткен. Біздің талапты жастарды алға қарай шығарып, олардың үлкен мына өнерге деген жолдарын ашып, көмектескеніміз, мен ойлаймын, біздерге үлкен бір жағынан абырой, бір жағынан үлкен жауапкершілік. Өнерді өрге жүздірген Жайық өңірі тума дарын иелеріне кенде емес. Әнші Жұмағаным Рахимова солардың бірі және бірегейі. Әнші атындағы байқау 2 күнге созылып, жүлдегерлері анықталатын болады. Ұлықпан Елеу, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Қабдилов, Ақ Жайық ақпараттық бағдарлама үшін.